Ертеде сіздерге өтірік, маған шын. Түйенің әдемі мүйізі мен ұзын құйрығы болыпты. Ой, уф. Бұғы, асығып қайдан келесің? Қайда барасың? Ой, сұрама Түйежан, аю қонаққа шақырған ед, соған асығып барам. Аюға сәлем айт. Деген сұлу болып кеткенсің. Шынымен бе? Әрине, мен ең сұлу жануармын ғой. Сөз жоқ, сен ең сұлусың. Ал мен мүлдем әдемі емеспін. Ой, бұғы олай деме, сен де сұлусың. Жоқ, менің сұлу дейтіндей мүйізім де жоқ. Бұғыны қатты аяп кеткен түйе: бұғы, сен ендеше менің мүйізімді тағып қонаққа барып қайт. Шынымен бе? Қуанып кеткен бұғы түйенің мүйізін ала салып: достым, кешке әкеліп берем деп қонаққа асығып үсігіп шаба жөнеледі. Түйе тағы да өзенге қарап, өзінің сұлулығына таң қалып тұрса, жылқы келеді. Түйеге неткен сұлу болып кеткенсіз? Ту, көз тимесін. Мақтанғанды жақсы көретін түйе одан сайын маңғазданады. Әрине, мен ең әдемі жануармын ғой. Ал жылқы болса, түйенің ұзын, әдемі құйрығына қарап: менің де сенікіндей ұзын құйрығым болғанда ғой. Ең құрмағанда бір күнге мен әлемдегі ең бақытты жануар болар едім. Мұны естіген түйе жылқыны аяп кетіп: құрта сал, ендеше менің құйрығымды бір күнге тағып жүр, бірақ кешке әкеліп таста. Шын айтасың ба, Түйежан? Рахмет, достым, рахмет, деп жылқы түйенің құйрығын алып кетіпті. Сөйтіп түйе мүйізсіз шолақ құйрық
Сөйтіп түйе мүйізсіз шолақ құйрықпен қалып қойыпты. Бірақ бұғыда, жылқы да алған мүшелерін қайтармапты. Осыдан кейін түйе көлге келген сайын жан-жағына қарап, бұғы мен жылқыны күтіп жүреді екен.